Төсіңде подружкаңды көрсең, ол сенсің. Подружка деген кім, алдымен ашықтайық. Ол сырласу керек болғанда, еркін қыдыру керек болғанда, дүкен аралауға, бәсекелесуге, мақтануға әрі мақтауға да, өсек айтуға да және жігіттерді талқылауға да керек жан. Яғни сен оны өзіңе керек кезде іздейсің, ол сені өзіне керек кезде іздейді. Егер құрбыңа мүлде хабарласпай кетсең, тірісің бе, неге жоқсың деген сені іздейді. Ал сен оны іздейсің жоғалып кетсе. Міне сондықтан түсіңде осындай құрбың кірсе, ол сенің жеке өміріңе маңызды оқиғаларға жорылады. Бұл жору құрбыңмен араласатын себептерге байланысты. Сен оған көп ешкімге айтпайтын сырыңды айтсаң, оны өзім деп білесің. Егер түсіңде құрбың күйеуге тиіп жатса, сен тиесің деп жорылады. Ал сен күйеуге тиген болсаң, құрбыңның түсінде күйеуге тиіп жатсаң, құрбың екеуіңді сенің күйеуіңге тиюің бөлген болса, ондай жағдайда араларыңда жағымсыз нәрсе болады деп жорылады. Түсіңде құрбың телефонмен жүрсе, бір қуанышты хабар естисің. Құрбыңның жағдайын түсімде біле алмаймын ба деген сұрақ болады. Яғни құрбым сонда мен түсімде көрмеймін ба өзінің жағдайына деген. Көп жағдайда көрмейсің. Неге? Себебі сен оны өмірде білесің, өмірде осыған жұмбақ адам емес, не істегенін, не істейтінін біліп жүресің. Бұл видео қыздарға ғана арналды. Ұлдардың достығы әрі ойлау жүйесі басқа болғандықтан ұлдарға бұл нәрселер өтпейді, оларға басқаша жорылады. Ал тақырып ұнаған болса, видеоға лайк басып қойыңыз. Сенің жаның дұғатын құрбыңа осы видеоны жіберіп қойыңыз.